Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында осындай палау дайындайтын боламыз. Дамы ерекше, керемет. Алдыменен қазанымызды қыздырып аламыз. Газға қойып. Бұған 200 грамм бір кесемен құям мен. Примерно 200 грамм шығады бұл. 200 грамм майымызды, сұйық майымызды құйып аламыз. Қазанымыздың астын ашып қоямыз. Май қызыңқырау керек қатты. Майымыз қызғанша етімізді жуып дайындап, мен қойдың сүрленген етін қосамын. Бұған 2 сәбіз тураймын. Үлкендеу 2 сәбіз. Бұны өсейтіп ұсақтап турап, салонка қылып тураймын. Етімді саламын енді. Етті қатты қуырып алу керек. Қызартыңқырап. Қақпағын басып кішкене бұқтырамын. Енді бұны аударамын. Екінші жағын қуырамын. Сөйтіп майға шыжғыртып қуырып аламын. Енді бұның еті қуырылғанша сәбізін өсейт майдалап турап қоямын дайындап. Бұған 1 тал пияз салып жіберемін. Енді бұны ашып, пиязымды қуырамын бірге. Енді сәбізімді де бірге қуырамын. Сәбізі көптеу болған жақсы. Қақпағын жауып, бұқтырып қоямын. Енді бұған мен 1 литрдай су құямын. Ет жақсы жұмсақ болып пісу үшін. Бұл енді қайнай береді. Мен жұмыртқа қосқанды жақсы көремін. 3 тал жұмыртқаны осындай ыдысқа салып, су құйып қайнатып аламын. Мен тұз сап жіберемін бұған, жарты қасықтай. Әркім өзінің қалауынша жұмыртқа салса да болады, салмаса да болады. Ане жұмыртқам қайнап жатыр. Енді етім пісіп қалды. Бұған енді 600 грамдай күрішімді саламын. Астын ашып, қатты отта суын тарттырамын. Суы тартқанша астын ашып қоямын. Күріш бату керек суға.
сөйтіп тегістеп жіберемін. Күріштердің бәрі суға батып тартылу керек суы. Астын қатты қоямын, су тартылу үшін. Міне суы да тартылып болды. Енді бұның үстін салапамен жауғанмен жақсы буласып, шашырап пісу үшін. Салапамен жауып 20 минутқа қоқ қоямын. Енді 20 минуттан кейін алып, бұны кішкене араластыратын боламын. Астымен емес, кішкене бетінен бір немен алып. Өшейт бір көпіштен алып, барлық жерінен астын қопарып, үстіне қарай аударып, тағы да қойып қоямын. 15-20 минуттай салапамен жауып. Сонда жақсы болып піседі бұл. Шашырап, дәмді болып піседі. Енді міне палауым да дайын. Бұның бірінші етін шығарып аламын турауға. Турауға дайындап. Енді күрішімді араластырамын. Жақсылап араластырамын. Міне, тамақ дайын. Етімді турап, жұмыртқамды өсет турап, пияз турап. Ас болсын, рахмет.